сәлеметсіздер ме? Менің атым жөнім Нұрлан Айғаным. Мен 176-шы мектеп-гимназияның 2-ші А сынып оқушысымын. Сынып жетекшім Гүлнар Сәлімханова. Мұқағали Мақатаев ақын жазушы болған. 1931 жылы туған. 1976 жылы қайтыс болған. Мен сіздерге туған жерге деген өлең айтып берейін. Таныс өлке, таныс аймақ, таныс маң. Анау жерде құрбалармен налысқан. Анау жерде құрба жанмен табысқан. Алба жұлба ақша бұлттар жарысқан. Таулар әне ұйықтап кеткен данышпан. Жолдар анау шұбатылып шаңы ұшқан. Таныс өлке, таныс аймақ, таныс маң. Шабындықтар, егістіктер, тоғайлар. Төбелердің төбесінде көк айдар. Ақ сағым мен нара аласы баулаққа. Сағым болып бара жатыр көп ойлар. Бір тынбайды шегірткенің шыралы. Ел қозғалған ақ шиелердің сыбары. Бәрі таныс кісінеген құлыны. Ән аузында шиқылдаған суыры. Айналайын ата мекен, ақ мекен. Қандай қазақ іздеп сені тапты екен. Туған өлке тәт деген ғой, тәт.